Біз Елемесовтер отбасымыз. Мен Тимурдың папасы Елемесов Рамиль Нұралыұлы. Қасындағы анасы Дәрбаева Қымбат. Біздер осы баламызды өнерге баулып жүрген өнерлі отбасы боламыз. Екеумізде аудандық саз мектебінде мұғалім болып жұмыс жасаймыз. Қане баламызға анасы екеуміз бір ән тартып, баламыз бізбен бірге шырқасын. Тимур, айтамыз е? Бірге айтып қарайық. Еркем ай дейді. Еркем, еркем, еркем ай, еркелеген еркем ай, еркелеген еркемді, еркелетсем еркем ай. Қане бір қайталайық. Еркем, еркем ай, еркелеген еркем ай, еркелеген еркемді, еркелетсем еркем ай. Балам, күн жылыды, қар еріді, құстар келді. Енді сол құстарға далада біздер ұя жасауымыз керек. Бұл ұяға торғай келіп өзінің ұясын салады. Онда жұмыртқалайды. Сол жұмыртқадан балапан өсіп шығады. Мына жердің бағана қаққаннан кейін мына шегесі қисайып кетті. Соны түзеп дұрыстап қағып бергеннен кейін біз бұл ұяны жасап болдық. Қарашы, қандай әдемі құстың ұясы шықты да? Мынаның ішіне кім келеді? Торғай келеді да. Бұны жасауға біздерге не керек болды? Ағаш керек болды. Сосын не керек болды? Ара керек болды да. Одан кейін не керек болды? Балға керек болды. Сосын не керек болды? Шеге керек болды да. Және сенің қолындағы не? Қысқаш керек болды. Енді біз оны қайда ілеміз? Далаға, ағашқа ілеміз да. Бірге барып екеуміз іле қояйық.